Қазы түріндегі алқалар, зефир түстес көйлектер, қазақстандық күмістен жасалған қарлығаш бейнесіндегі сырғалар және тағы басқа көптеген бұйымдар жыл сайын өтетін Алматы Pop-up Store жәрмеңкесінде алғаш рет көпшілікке ұсынылды. Киім, аксессуар, ойыншық, зергерлік бұйымдар, парфюм сататын 72 сауда нүктесін қазақстандық қолөнершілер мен дизайнерлерді биыл алғаш рет отандық Каспий KZ инновациялық компаниясы қолдады. Сондай-ақ жаңа жыл алдындағы жәрмеңкеде келушілерге төлемнің жаңа тәсілі Каспий алақан таныстырылды. Толығырақ жәрмеңкеден қайтқан тілшіміздің бейне материалында. 2 күнге созылған жаңа жыл алдындағы көңілді шопингті қазақстандықтарға отандық инновациялық Каспий KZ компаниясы мен Алматы Pop-up Store ұсынды. Каспий KZ жас дизайнерлерді қолдады, ал Алматы Pop-up Store жас дизайнерлердің үйіне айналды. Киім, аксессуарлар, ойыншықтар, зергерлік бұйымдар, парфюм, мұндағы өнімдердің барлығы тек қазақстандық дизайнерлер мен өндірушілердікі. Қызықты бұйымдар мен шабыт іздеген сатып алушылар таңертеңнен ақ жинала бастады. Олардың саудасын Дюдонза гитар жанды музыкамен сүйемелдеп кеңістікке жақсы көңіл күй сыйлады. Заманауи және ұлттық дизайнды біріктірген Дала бренді Алматы Pop-up Store жәрмеңкесіне арнайы Астанадан келген ерекше нақыштағы киімдер көптеген сәнқойлардың назарын аударды. Каспийге үлкен рахмет. Бізге ұлттық брендерге, этно брендерге осындай бізге мүмкіндік беретін үшін. Сонымен қатар бүгін бізде жаңалық Каспий алақанды қолданамыз, жаңа клиенттерімізге көрсетеміз, демеушілерге көп рахмет айтамыз. Осындай көрме өтетін біз естіген кезде ұсынысты бердік. Және 400-ге жуық брендтің арасынан біздің брендімізді таңдап, бізге хабарлама жіберді. Енді сол кезден бастап біз дайындалдық. Осылай бірінші көрмеге шыққанымыз осы болып отыр. Осы көрмеге тегін қатысып жатырмыз. Сол үлкен көмек болып отыр бізге. Сатып алынған тауарлардың ақысын дәстүрлі тәсілмен де Каспий алақан арқылы да төлеуге болады. Ол үшін жәрмеңкеде арнайы жабдықтар орнатылды. Біздің сатып алушылар Каспий алақанмен төлеп жатыр. Ол өте ыңғайлы, барлық сатып алушыларға өте ұнап жатыр. Каспий KZ-ке алғашқым шексіз осындай мүмкіндік беріп жатқанына. Ерекше әрі қызықты тауарлар өте көп болды. Жаңа жылдық хош иісті парфюмдер, полимерлі балшықтан жасалған қазы тілімдері түріндегі алқалар, зефир түстес көйлектер сатып алушылардың назарын ерекше аударды. Мен бұл жерге шынашаққа тағатын сақина іздеп келдім. Ашығын айтсам, оны Шри-Ланкадан бастап Үндістанға дейін түрлі елдерден іздедім, бірақ таба алмадым. Ал мұнда бар екен, көрдім, ұнады, сатып алдым. Бұл өте керемет. Осындай шара үшін Каспийге үлкен алғыс. Маған осы жаңа жылдық атмосфера қатты ұнайды. Жыл сайын жаңа жылдық сыйлықтар алу үшін осында келемін. Барлық қолөнершілер мен дизайнерлер қазылар алқасының қатаң іріктеуінен өтіп, өз таныстырылымдарын дайындап, қорғап желтоқсандағы осы жылы әрі ерекше шараға жолдама алды. Жәрмеңкеге шамамен 8000 адам келді. Осылайша Made in Қазақстан белгісі қарқын алып келеді. Салтанат Шырынхан, КТК, Алматы.